Сәлем достар, сіздермен болған мен Жылдай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде балалық шақ 4-ші бөлім, және де бұл бізде соңғы сериясы болады. Бұл сериал сіздерге қызықты және де ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ендеше достар, біз тезірек сериалымызды бастаймыз. Кеттік, менімен бірге болыңыздар. Саня қайда? Ой, оны айтпаш, мен онымен жаңелде ғана ұрсысып қалдым. Не үшін, енді онымен дос емессің бе? Иә, мен сенімен дос бола беремін. Ал ол болса өзіне жақын дос тауып алатын шығар, менен де жақсы. Не себептен ұрсысып қалдыңдар? Себебін айтсайшы, себебі бар шығар? Конечно, себебі бар. Мен осындай күшті кітап алғам ғой, ертегі күшті ғой. Соған болар ренжісіп қалдық. Кітапқа болар ренжісіп қалдыңдар ма? Ойла, сендер кішкентай кезден бері келе жатқан дос емессіңдер ме, сәлиттен бері? Иә, мен оны білемін, бірақ маған бәрібір. Енді мен онан кешірім сұрамайтын шығармын. Сен бірінші кешірім сұрасаң, жұмаққа бірінші кіресің. Енді сондай нәрсе бар ғой. Ал Саня бірінші кешірім сұраса, ол бірінші жұмаққа кіреді деген. Я, мен оны білемін ғой, бірақ жоқ. Мен одан жалынып жүрмеймін. Сол себепті кешірім сұрамаймын. Және де өзі дос болғысы келсе, кешірім сұрайды. Ей қыздар, неге біздің әңгімемізді тыңдап отырсыңдар? Тезірек барыңдар, күліп отқандарың қара. Қоңырау ұрды ғой, қоңырауды естімейсіңдер ме? Сабақтарың басталды, барыңдар тезірек. Жақсы апай, аналарға қарсай. Кеттік тезірек. Ей, қазір бастарыңнан бір салып қалам, барыңдар тезірек. Саня қайда екен? Мен оны қаттырақ уайымдап тұрмын. Ол менің кішкентай кезінен келе жатқан подругам, досым ғой, ең жақын. Мен қатты уайымдап тұрмын оны. Бір жерге сүрініп қалмаса болушы еді, қатты уайымдап тұрмын. Не болды, Жаня? Айтсаңшы, тезірек бізге де. Бізде естейік, не ойланып жатсың? Ағай, Саня қайда? Мен қатты оны уайымдап жатырмын. Ол қайда? Соны айтыңызшы, сізден сұранды ма? Жоқ, сұранған жоқ. Қазір келіп қалар. Күтсеңші. Ағай, істейікші, мен оны қатты уайымдап тұрмын. Бол, отыршы. Жаня, тезірек отыр. Туй, ағай. Кеш батқан соң. Ағай, қаншама уақыт өтті ғой. Қарасаңшы. 2000 years later. Бір сағат өтті ғой, ал Саня болса жоқ. Оны уайымдап жатырмын қатты. Ол бір жерге түсініп қалса не істейміз, ағай? Сіз жауап бересіз бе? Мен оған жауап бермеймін. Жаня, аузыңды жап, неге маған сөз қайтарып тұрсың, а? Мен сенен үлкенмін. Ағай, енді рас қой. Кешіріңіз, сабағыңызды бөлдім, бірақ мен өз жақын досымды іздеуім керек. Мені Жаня қатты уайымдап жатқан шығар, себебі бір сағат болды бармағаныма. Саня, сені таптым-ау. Мен бүкіл жерді көрдім. Әжетхананы көрсем, сен осы жерде отыр екенсің. Ал сені бір жерге сүрініп қалама деп қатты қорқып кеттім ғой, неге мені уайымдатасың? Мен сені уайымдамайды деп ойладым, себебі екеуміз ренжісіп қалдық, және де дос та емеспіз. Сол себепті мен өкініп отырмын. Мен кешірім сұрағым келді, бірақ сен кешірмейді деп ойладым. Жаным-ау, мен сені кешірем ғой. Мен де ақмақпын ғой, бірінші кешірім сұрай салуым керек еді, қырсыққанша. Енді біз доспыз ба? Әрине де доспыз. Мен сені қатты жақсы көрем ғой. Мен де сені қатты жақсы көрем.
Достар, осымен біздің балалық шақ сериалы аяқталады. Көргендеріңіздей, соңы өте күшті аяқталды. Саня мен Жаня екеуі ең жақын дос, қанша ренжісе де бір-бірін сатып, басқа қыздармен дос болып кетпейді. Сол себепті осы сериалдан сіздер де білім алып кетіңіздер, өз достарыңызды сатпаңыздар, себебі ол дос сізді сатпаса, сізде оны мәңгілік сатпаңыздар. Онда сізді сатпаса, ол сіздің ең жақын дос деп санауға болады. Достарыңызды бағалаңыздар, қиындықта сіздерді құтқарады. Сол себепті достарыңызды бағалаңыздар деп тілек айтамын. Ендеше бұл сериал сіздерге күшті, яғни видео сериал болды деп айта аламын. Менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар.